Selam dostlar. Bugün biz baklajandan kuzluk salat basamız. Ol üçün bizge 1 kilogram baklajan, 1 kilogram jartısı kızıl, jartısı көк болгарский перец, 4-5 bas piyaz, 1-2 bas aşçı buruş, 3-4 səbiz, 2 bas чеснок, және 1 puçuk ukrop, 1 puçuk petrушка, және 4 kilogram kızanaq керек, 200 gram suyuq may керек болады. Men osıların bәрін жуып, тазалап алдым. Енді baklajanımızды турап, tuzlu suға салып қоямыз. Baklajanды қатты майда қылмайсыздар. Осындай қылып тураймыз. Осылай baklajanдарымыз турап, tuzlu suға салып қоямыз. Пока суда тұрған кезде басқа заттарымыз турап аламыз. Осылай тұрады. Енді пиязымызды тураймыз. Baklajanымызды турап қойдық. Майда алмай. Ne olsa ere qılıb piyazımızı turab aldıq. Salab turamız. Endi bolgarskiy persimizni turaymiz. Bunu da qattiq maydalamay, şamamen osılay turaysizlar. Baklajan, bolgarskiy persimizni turab aldık. Endi səbizlərimizi çörkadan ötküzemiz. Səbizimizi osılay çörkadan ötküzüp aldık. Endi ukrop ve petruşkamızı turayımız. Odan keyin naştı buruştu da maydalap turab koyamiz. Ekеуін birge turay bersеңіздер болады. Birge qo'shamiz. Men ukrop ve petruşkani turab qo'ydim. Maydalap. Endi naştı buruşumuzni osılay mayda qilib turaymiz. Özlerinizin havalarınızga qaray. 1-2 bas qo'shsangizlar bo'ladi. Men 1 bas qana turab жатырмын. Osылай maydalab turaymiz. Барлық затымызды турап дайындап алдық. Енді мына чесногымыз бен помидорымызды мясорубкадан өткізіп аламыз. Бірінші чеснокты өткізіп аламыз. Бөлек ыдысқа. Чесногымды осылай өткіздім мясорубкадан. Енді помидордың бәрін мясорубкадан өткізіп аламыз.
помидорды осылай мясорубкадан өткізіп дайындап алдық. Енді кезекте барлығын шетінен қуырамыз қазір. Осылай қазанымызды қыздырып, ішіне жаңа 200 грамм сұйық құйдық. Енді пиязымыздан бастап қуырамыз. Пиязымызды саламыз. Kıydırıp vermemizdir. Piyazımızı olsa жақсылап қуырып алдық. Енді келесі болгарский перецimizni саламыз. Барлығын жеке-жеке астықта жақсылап қуырамыз. Болгарскийimiz olsa kuruldu. Енді baklajanımızı salamız. Baklajanın suyunu koyup ne? Soğuk tutalım sen. Baklajanı salıp kurulup alamız. Baklajanı olsa kurulup aldık. Şimdi kəbizimizi salam. Kəbizimizi yaxşılab qurramız. Qaytamam. Kəbizimizi salıb, dayarmasa qurub aldıq. Şimdi pomidorumuzu koyalım. Pomidorumuzu koyalım. Pomidordu kuyduq. Endi aşçı buruşumuzu salamız. Buruşumuzu saldık. Және 2 qasıq tuz qoşamız. Endi sizlər bəmnə qarayısınızdır. Tuzumuzu salıb, жақсылап aralastırıb 15 minut bayağı otта qaynatamız. Aslını aralastırıb qoyup unutmаңыздар. Jabışıb qalmaq. Осылай. Қайнағаннан кейін астын басып қоясыздар. 15 минут қайнатасыздар. Осылай 15 минут қайнады. Енді бұған укроп петрушкамыз бен чесногымызды саламыз. Укроп петрушка мен чеснокты салып, тағы да бір 10 минут бай отта қайнатамыз. Сөйтіп банкамызда құйып аламыз. Салатымыз дайын болды. Енді осыны стерилденіп дайын тұрған банкілерімізге құйып аламыз. Бұл салаттың құятын кезде салаттың асты салат ақырындап шымырлап қайнап тұру керек. Солай құйып аласыздар. Құйып алып сразу крышкасын бастырып тастаңыздар.
2 литрлік банкіге құйып алдым. Крышкасын басып істейміз. Міне осындай дәмді салатымыз дайын болды. Егер сіздерге ұнаған болса, каналымызға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Машина оталдырды. Салатымызды бастырып алдық. 2 литрлік банкіден 3-6 литр шықты. Енді бұларды төңкеріп, аузын жақсылап тексеріп, жылы жерге салқындағанша орап қоямыз.